Ассалаумағалейкум, ардақты ұстаздар, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Дәл осындай қиын-қыстау кезінде сіздер аянбай еңбек етіп жүрсіздер. Сіздердің еңбектеріңізге басымызды иеміз әрқашан. Сіздердің арқаларыңызда кереметтей жерлерде жұмыс істеп, осындай облыстық телеарнада да жұмыс істеп жүрмін. Сіздердің арқаларыңызда сіздер кіші ғана буын ұрпаққа білім беріп қана қоймай, сіздер Қазақстанның болашағын даярлап жатсыздар. Сіздердің арқаларыңызда көптеген оқушылар үлкен университеттерде, үлкен оқу ордаларында, сондай-ақ өздері армандаған жұмыстарда жұмыс жасап жүр. Міне сіздердің осындай кереметтей білімдеріңіз, тәлімдеріңіздің арқасы деп білемін. Сонымен қатар қазіргі уақытта осындай жаман індет жаулап бара жатқан кезде сіздер сол кезде де қоймай балаларға білім берейік деп қашықтан білім беріп жатсыздар. Көптеген мұғалімдер өздерінің басын қатерге тікіп, кезекші сыныптарда жұмыс жасап жатыр. Бүгін күннің батырлары ақ халатты абзал жандар дейді. Мен айтатын едім, ақ халатты абзал жандардан кейін бүгін күннің батырлар ұстаздар деп. Себебі қазіргі уақытта кезекші сыныптарда қаншама мұғалім сабақ беріп жатыр. Осы тұста ойланатын жайт бар. Көрдіңіз ба? Басын қатерге тікіп білім беріп жатқан ұстаздарға неге алғыс айтпасқа? Бүгін күннің батырлары осылар емес пе? Тағы бір рет кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Осы тұста 47 жалпы орта мектебінің ұстаздарына, сондай-ақ сол мектептің ұжымына алғысым шексіз. Мерекелеріңіз тағы бір рет құтты болсын.